Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен қашықтықтан оқыту сабағын Есболған Жасембаев атындағы орта мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімі Оразбеков Сәкен Сауытбекұлы жүргізеді. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру. Жеңіл атлетикалық көп сайыстары болып бөлінеді. Жеңіл атлетика түрлері: өткізу алаңына байланысты, ашық алаңда, жабық алаңда, ұйымдастыруына байланысты, жеке жарыстар, командалық жарыстар. Жүгіру кезінде қауіпсіздік ережелері: қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастарымен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Төменгі сөреден шығу: сөреден шыққанда денеміз бірте-бірте тіктеледі. Қашықтықтың бастапқы кезінде 15-20 метр жерде аяқты жерге қатты тірей басып жүгіру арқылы орындалады. Серпілу қуатын арттыру үшін санды шапшаң әрі ілгері көтеру маңызды рөл атқарады. Өзге қашықтықтарға қарағанда адым кеңірек болады. Мына суретте бейнелегендей, жүгірген кезде ең бірінші екі қолды сызық бойына қойып, аяқты тірегішке қатты тіреп, төмен сөреден шығамыз. Және мына жүгіріп шығу әдісінде жүгірген кезде қол артқа кетіп, алға қарай серпіледі, аяқ жоғары көтеріледі. Жүгірген кезде әркім өз жолағына дұрыс қарау керек. Мәреге жеткен кезде қай оқушы бірінші жетеді, сол жүлделі орын алады. Соған байланысты орындар беріледі. Өздерін қарап отырғандай осы суретте бәрі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.